Өзіңіз де көрген шығарсыз, әлеуметтік желіде Қарағандыда бір қыздың бейне ролигі шықты. Осы намаз оқитындарды, ислам дініндегілерді бір жаман сөзбен ғайбаттады. Сол жерде астында жаңа комментарийларды қарайтын болсақ, екіге бөлінген екен де. Біреуі әрине қызды сенікі дұрыс емес, ол неге бұлай айтасың деп айтып жатыр. Екінші жағы айтады, шынымен де ол тек мешітте ғана мәселе емес, мектепте болсын, қоғамдық орындар болсын, басқа да жерлерде болсын, әжетханаларға, басқа жерге кірсең, жұма күндері дәрет алып кетеді, суды шашып кетеді, және барлығын осып кетеді дейді. Осындай біздің подкастымыздан көретін болса, осы мұсылман бауырларымызға өзіңіздің бір осындай ақылыңызды айтсаңыз. Ол тек қана дәретке ғана байланысты емес шығар, ана мешітке келгенде көліктің өзін дұрыстап қоюдан бастап, жалпы дін деген не өзі? Дін деген тәртіп қой. Заңға мойынсыну. Қатаң тәртіп болу керек бізде. Ол үйде де, өсу үшін де, байлыққа жету үшін де тәртіп болу керек. Тәртіп болмаса байлығыңа жетпейсің. Ананың басын бір шұқып, мынаның басын бір шұқып байымай жатқанымыз сол. Өзі байлық, өсу табандылықты тәрбие етеді. Табандылық не нәрсеге байланады? Тәртіпке барып байланады. Дін деген не? Ол тәртіптік. Біреуге қиянат жасамау, біреудің құқын шектемеу. Дінді насихаттау деген сөз біреуді аяқ астына қою емес. Бағанағы сияқты балалардың, азаматшалардың мұсылмандарға қатысты тіл тигізбеуге тырысу керек. Біз елімізде дін, ол адамның кінәсі, бұл жерде діннің қатысы жоқ. Егер орамал таққан бір қыз бір жаманшылық жасаса, бүкіл орамал таққан қыздар ондай деген сөз емес. Сақалы бар адам бір қателік қылмыс жасап күнә істесе, бүкіл барлық орамал тағып сақал қойғандардың бәрі ондай оңбаған деген сөз емес. Діннің кіршігі жоқ, адамның кіршігі бар. Ол пенде, ол адам. Оны әулие қылып көріп жүрген біз өзімізде қателік. Біз ойлап жүргенбіз. Бір балалар ойлайды екен ғой, сұлу қыздар туалетке бармайды деп ойлайды екен. Ондай емес қой енді. Сол сияқты біз ана әдемі деп сондай нәрсе көрген кезде бір басқаша ойлап қалмау керек. Ол адам, ол періште емес. Сондықтан түсінік дұрыс болу керек. Ол адам, бірақ сол адамдар тәрбиесін, ісін, амалын, қылығын сайғы болып жүру керек.